Welcome back to English with Jadra. Might not модалистіктерін үйренеміз. Might not бізде мүмкіндік немесе бір нәрсені болжау кезінде қолданылады. Might not'ты сөйлемде біздер тек қасына етістік жалғау арқылы ғана қолданасыз. Ол барлық жақтардың барлығына бірдей қолданылады. Мысалы, I might сөзін етістігіңізді қоясыз. I might have, I might do деген сияқты. Енді мысал келтірейік. We might have a picnic tomorrow, but it depends on the weather. Ауа райына байланысты ертең біз пикникке шығуымыз мүмкін. Біз 100%-ға сенімді емеспіз, өйткені ауа райы тек жақсы болғанда ғана біз пикник жасай аламыз. Негатив, болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем жасаған кезде might'қа not сөзін жалғайсыздар. Мысалы, it's an unusual book, you might not like it. Бұл ерекше кітап сізге ұнамауы мүмкін. Ал енді достар, бүгінгі осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Комментарияға might not'ты пайдаланып өз сөйлемдеріңізді жазып, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!